Онда сандық дәуірдегі балаларымызға қолдау көрсетудің барлық мүмкіндігін үйренеміз. Тегін ұйымдастырылатын онлайн курс жалпыға қолжетімді stepik.org платформасында өтеді. 22 оқу сағатынан тұратын курстың қолайлы уақытын өзіміз таңдай аламыз. Бақытты ата-ананың шеберлігі мен дағдыларын бірге дамытайық. Қашықтан оқыту уақыт талабы. Мы смогли учесть требования времени. The distance education has become the global topic. Әлемдегі 160-тан аса елдің қатарында Қазақстанның білім беру жүйесі де қашықтан оқыту форматына шапшаң көшіп үлгерді. Педагогикалық диалог журналы қазақстандық және шетелдік әріптестердің қашықтан оқытудағы үздік зерттеулері мен ондағы өзекті мәселелердің түйінді мақалаларын оқырман назарына ұсынады. Центр педагогического мастерства подготовил очередной номер журнала «Педагогический диалог» на тему «Дистанционное образование». Здесь вы можете почитать самые лучшие и актуальные статьи и результаты исследования казахстанских и зарубежных авторов. An idea of making a pedagogical periodics has come to life in 2012, and since then the information and methodical journal Pedagogical Dialogue is being published jointly with the Faculty of Education, Cambridge University. It's not the first time when issues and studies on digital education, IT technologies and e-learning were published, and that's precisely what makes our journal valuable. It's always on trend. The second issue is dedicated to the distance education, and various studies and experience of scholars from Kazakhstan, the UK, Palestine, Kyrgyzstan and the US are shared. Қашықтан оқыту жақын ба немесе алыс па? Бұл педагогикалық шеберлік орталығының әдістемелік кітапханасы ұсынған оқу құралы мектеп мұғалімдерінің қашықтан оқыту сабақтарын ұйымдастыруға арналады. Әдістемелік құралда оқыту мен оқудың қашықтық форматы, қашықтан өтілетін сабақтың кезеңдері, онлайн сервистерді қолдану бойынша ұсыныстар қамтылған. Ал қашықтан оқыту платформалары Learning Apps және Google Classroom әдістемелік құралында оқу платформалардың тәжірибеде қолдану алгоритмі ұсынылып отыр. Также мы хотим вам рассказать о методическом пособии для учителей под названием «Дистанционно – это далеко или близко? Стратегия и подходы к организации обучения в дистанционном формате». В методическом пособии представлено понятие дистанционного формата преподавания и обучения, рассмотрены различные этапы дистанционного урока, а также даны рекомендации по использованию онлайн-сервисов в процессе организации и проведения дистанционного обучения. Дәстүрлі оқытудан қашықтан оқытуға. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Дәстүрлі тамыз кеңесінің секция жұмысына қош келдіңіздер. Педагогикалық шеберлік орталық филиалы мен облыс оқу орталығы әдістемелік кабинеті онлайн форматында ұйымдастырылып отырған бүгінгі шараға 300-ден астам аймақ педагогтері, химия, биология бағытында Назарбаев зияткерлік мектептерінің ұстаздары және де педагогикалық шеберлік орталық филиалының тренерлері қатысуда. Бүгінгі секция жұмысының модераторлары Абдрахманова Қызжібек Сатыбалдықызы және Менділман Бауыржан Қыдырбайұлы. Бүгінгі жиын саралап оқыту, әр оқушыны қолдау үшін оқытудың тиімді әдістері мен түрлі қашықтықтан оқыту жағдайында топтық өзара әрекеттесуді ұйымдастыру ерекшеліктері тақырыбында өрбитін болады. Секция жұмысын ашу үшін алғашқы сөз педагогикалық шеберлік орталық филиалының директоры Камалова София Тәкенқызына беріледі. София Тәкенқызына, микрофон өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Тағы да кезекті тамыз кеңесінің аясында сіздермен бірге бас қосып жатырмыз, қуаныштымыз. Сіздермен бірге бүгін мына Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының ұйымдастыруымен өткізілген қашықтық форматында мұғалімдердің кәсіби дамуы, бүгінгі жағдайы және келешегі атты осындай кеңестің аясында көптеген өзекті мәселелер қозғалады. Сіздермен міне бүгін кеше біз Қызылорда өңірінің басшыларымен, мектеп басшыларымен кездесу жүргізсек, бүгін міне өзіміздің сыныптағы оқушыларға білім беретін мұғалімдерімізбен, ұстаздарымызбен бас қосып отырмыз. Бүгінгі мәселе өздеріңізге белгілі. Біз міне кеше бір ғана 90-да қашықтан оқытуды жүргізсек, бүгін жаңа оқу жылының қарсаңында сіздермен үлкен сондай бір асуларды аламыз деп отырмыз. Жалпы осы жаңа оқу жылының қарсаңында ең бірінші сіздерге
осындай бір табыстар, жаңа бір сондай шығармашылық, амандық пен саулық тілеймін. Ең бірінші барлығымызда осындай жақсы көңілмен, жақсы істермен осы жаңа жылын оқу жылын бастайық. Енді мен негізгі тақырыбым сіздерге өзіміздің педагогикалық шеберлік орталығының осы қашықтан оқыту жағдайында көрінеді ме? Қашықтан оқыту жағдайында мұғалімдердің кәсіби дамуына, жұмысты жүргізуіне байланысты қандай іс-әрекеттер жүргізіліп жатыр, қандай шаралар жасалды, қандай көмек көрсетілді. Соның аясында бірер сөзімді сіздермен баяндамамды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бауыржан, менің слайдым көрініп тұр ма? Көрініп тұр Совет екенін. Жақсы. Құрметті әріптестер. Өтекені басына қарай. Қашықтан оқытуды енгізу кезеңінде педагогикалық шеберлік орталығының мектеп мұғалімдеріне әдістемелік қолдауы тақырыбында сіздермен баяндамамды таныстырып өтейін. Қашықтан оқытуды ұйымдастыру бойынша жалпы осы педагогикалық шеберлік орталығының тарапынан ақпараттық түсіндірме жұмыстары ұйымдастырылды. Өздеріңізге де белгілі, біз кеше сәуір айынан бастап осы еліміздің барша педагог қызметкерлеріне әртүрлі түсіндірме бейнероликтер әзірледік. Енді біз сол бейнероликтердің санын айтатын болсақ, 9 түсіндірме бейнероликтер әзірленіп, қазір YouTube-та жарияланған екен. Бұл 800 000 астам осы бейнероликтерді көріп танысқан екен. Енді жалпы бұл білім беру министрлігінің каналында көрсетіледі, өзіміздің педагогикалық шеберлік орталығының YouTube каналында, ЦПМ сайтында орналасқан осы роликтермен таныс болсаңыздар болады. Сабақтарды онлайн бақылау және олардың нәтижесі бойынша оқыту вебинарларын өткізу бойынша педагогикалық шеберлік орталығы жалпы 305 онлайн сабақтарына бақылау жүргізіліпті. 2020 жылдың сәуірінде осы онлайн сабақтарды бақылаудың карталары әзірленген, және 7-11 сыныптардың 11 пәні бойынша бақылаулар жүргізілген. Бұл онлайн сабақты бақылау кезінде педагогикалық шеберлік орталығы мамандары біздің мұғалімдеріміздің әлсіз және мықты тұстарын, әдістемелік ұсынымдар және сабақты бақылау методологиясы енгізілген аналитикалық анықтамаларды жазып, міне қазір сол аналитикалық анықтамалардың негізінде біз мұғалімдерге көмек көрсетіп жатырмыз. 20 оқыту вебинарлары өткізген. Вебинарлардың тақырыптары сабақты бақылау нәтижелерін талдау негізінде анықталды. Енді бұл вебинарға қатысқан барлық мұғалімдер саны 2000-нан асқан болатын болса, әрбір вебинарға 100 адамнан қатысты деп айтсақ болады. Сонымен қатар педагогикалық шеберлік орталығы Қазақстан Республикасы мектептерінде қашықтан оқыту жүйесін енгізу бойынша зерттеу жүргізген. Осы зерттеу жалпы бүкіл еліміздің 14 облысында және Алматы, Шымкент, Астана қалаларында 10 000-ға жуық мұғалімдерді қамтыған екен. Негізгі мақсаты осы зерттеуді жүргізуде мұғалімдердің ақпаратты коммуникациялық құзыреттілігін деңгейін анықтау, осы туралы жалпы тұтастай мәліметтерді жинақтау болатын тұғым. Зерттеу жалпы мынадай бағыттарда жүргізді. Ол ең бірінші мұғалімдердің ақпараттық коммуникациялық құзыреттіліктері. Ол 3 деңгейде көрсетілген екен. Қараңыздар, өздеріңіз мына сол жақтағы кестеде біздің мұғалімдеріміздің ақпараттық коммуникациялық құзыреттілік деңгейлері базалық, шекті, оңтайлы негізінде көрсетіледі. Базалық деңгей ол дайын цифрлық ресурстарды қолдану, немесе осы ақпараттық коммуникациялық технологияны қолдану сауаттылығына қатысты болып отыр. Ал оңтайлы ол осы ақпарат АКТ-ны қолдану арқылы өздерінің жаңадан білім құрастыру, өздерінің әдістемелік құралдарды әзірлеуі, әртүрлі жаңағы жоғары ойлайтын оқушылардың жоғары ойлау деңгейіне жеткізу үшін сондай оқу әдістемелік ресурстарды және де барлық цифрлық мүмкіндіктерді қолдана алатын мұғалімдердің деңгейі. Енді қарап отырсаңыздар, егер біз оңтайлы деңгейдегі мұғалімдер сондай мықты, ал базалық деңгейдегі мұғалім әлде де осы өздерін шығармашылық бағытта дамыту қажет деп айтатын болсақ, мына таблицада бізде көрсетіп отыр. Мысалға, бірінші зерттеу және екінші зерттеу дейді. Біз бұл зерттеуді кеше сәуір айында және наурыз-сәуір айында жүргіздік, және де кеше маусым-шілде айында жүргізген болатынбыз. Өздеріңіздің көз алдарыңызда тұр. Базалық деңгейде, егер бірінші зерттеуде біздің өзіміздің Қызылорда облысындағы
жалпы Қызылорда облысында да барлық мұғалімдерден осы 10 мыңға жоқ қатысқан зерттеуге қатысқан респонденттердің 33% базалық деңгейде екендігін көрсетті өздерінің. Ал енді екінші зерттеуге барғанда 2 айдың көлемінде бұл мұғалімдердің жаңағы базалық деңгейдегі мұғалімдердің саны төмендегенін көріп отырсыздар. Оның үстіне мына оң жағындағы диаграммаға қарасаңыздар, мына 90-ның соңы және 90-ның басында көрсетілген зерттеу нәтижелері. Енді бұл жерде оңтайлы деп отырғанымыз жаңағы жақсы меңгерген, актыны жақсы меңгерген мұғалімдердің пайызы, егер 90-ның басында 15,1% құрастыратын болса үлесі, олар 90-ның аяғында 41,4%-ға өскен екен. Яғни бұл әрине бізді қуантатын жағдай, өйткені 90-ның соңғы 1 ай, 2 ай көлемінде біздің мұғалімдер өздерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыта алды. Жалпы осы ақпараттық коммуникациялық технологиялардың құзыреттіліктердің даму динамикасын қарайтын болсаңыздар, мына төменде айтарлықтай жақсарды және негізінде жақсарды деген жауаптарды қосқанда 80%-дан аса педагогтар өздерінің жаңағы құзыреттіліктерін неғылған екен, өсіре алған екен. Енді тағы да бір блогы осы зерттеу жүргізгенде жетекші мектеп педагогтарының кәсіби қиындықтары мен қажеттіліктері туралы. Қарап отырсаңыздар, біз көптеген, бізде өздеріңіз білесіздер, жетекші инновациялық мектептер бар. Осы мектептермен жұмыс жасағанда біз көптеген мұғалімдердің өздерінің кәсіби қажеттіліктерін байқаған болатынбыз. Сол бағытта біз көмек көрсеттік, және осы қажеттіліктердің негізінде біз әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырған болатынбыз. Енді осы сауалнамаға зерттеуге қатысқан жетекші мектеп мұғалімдерінің 85%-і педагогикалық шеберлік орталығы ұйымдастырған онлайн форумдарға, вебинарларға, семинарларға қатысқан көрсетіліп тұр. Осы респонденттердің ішінде 55,8% мұғалімдердің өте жақсы бір көмек болды, пайдалы болды деп айтып жатыр. Соның ішінде 32,4% де жақсы деп жатыр. Енді біздің мына көрсетілген нәтиже біз үшін әрі қарай жұмыс жасауға, мұғалімдерге шын мәнінде әрі қарай өзін өсіруге, кәсіби дамуына ықпал ететініне көзіміз жетті. Енді мынандай жаңағыдай нәтижеге, қорытындыға назар аударсаңыздар, біз зерттеу нәтижесінде қандай қажеттілік қажет дегенде 85,3% кешегі респонденттердің ішіндегі мұғалімдердің оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау, барлық және әр оқушыға тиімді сындарлы кері байланыс беру, өзін-өзі тәрбиелеу және оқушылардың өзін-өзі реттеуі, жаңа оқу материалын берудің формалары. Енді айта берсеңіздер, кеше жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында біз сыныпта оқытуда осы мәселелермен жақсы машықтанып, өзіміз мектеп ішінде курстар жүргізіп, әртүрлі кәсіби даму шараларын ұйымдастырсақ, енді ол кезде біз шынымен де осындай қажеттіліктерді негізінде көптеген жұмыс жасалып, мұғалімдеріміз икемделген болатын тұғым. Енді қарасаңыздар, қазір қашықтан оқыту бағытында осы мәселелер қайтадан айналып келіп отыр. Яғни біз оқушыларға асинхронды және синхронды оқыту үдерісінде мына мәселелерді қалай еңсереміз, қалай осы мәселелерді дұрыс жүзеге асырамыз деген сұрақ туындап отыр. Қазір педагогикалық шеберлік орталығы осы бағытта көптеген педагогтар жаңағы ұстаздарға кеңес беріп, қолдау көрсетуде. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, мына слайдта жалпы білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне алған әдістемелік шаралар, вебинарлар, онлайн кеңес беру, онлайн конференциялар жүргізді. Сонымен қатар педагогикалық шеберлік орталығы ашық онлайн курстарын бағдарламасын әзірлеп, қазір жүзеге асыруда. Жаңа өздеріңіз осы іс-шараның алдында көрсетілген бейнероликтен байқаған шығарсыздар. Мен қашықтан оқытуды үйренемін деген осындай ашық онлайн курсы қазір жүргізіліп жатыр. Ертең Қызылорда облысының мұғалімдеріне бұл ашық, тегін, барлық мұғалімдер қашықтан оқытуды қалай жүзеге асыру болады, міне соған қатысты өздерінің сұрақтарына жауап ала алады. 27 шілдеден тамыздан бастап біздің Қызылорда өңірінің ұстаздарына осы курс ашық болады, қолжетімді болады. Және тағы да екінші онлайн курс біздің биылғы әзірлеген, ол ата-аналар үшін бақытты ата-ана, табысты бала. Яғни қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, қашықтан оқыту жағдайында бізге ата-ананың қолдауы, ата-ананың осы балалардың білім алуына көп жаңағыдай
ықпал ету. Енді онлайн курс қаштан оқытуды үйренемін, егер осының ішінен шамалы тоқталып кететін болсақ, 27-сіне басталады деп айтып отырмыз. Бұл курста 5 модуль қарастырылған. Қаштан оқыту ерекшеліктері, оқуға тарту, оқушыларды яғни оқуға тарту, сосын ақпараттық коммуникативтік технологиялар құралдары, кәсіби ынтымақтастық және ата-аналарды педагогикалық қолдау. Енді бұл 40 сағаттық онлайн курс. Бір аптаның көлемінде осы курсқа сіздер, егер 27-сіне басталса, сіздер сол 27-сі күнінен бастап осы курсты алып шыға аласыздар. Ондай қатты бір қолдан келмейтін емес, бұл өздеріңіз үшін жақсы ақпарат алуға, жақсы әдістемелік көмек алуға мүмкіндік беретін курс. Яғни біз кәсіби осы қаштан оқыту бағытында өзімізді дамыта аламыз. Бұл жерде міне өздеріңіз көріп отырсыздар, асинхронды жүргізіледі. Сіздер өз уақытын өту уақытын, яғни қалай сіз оны 1 күнде, 2 күнде, 3 күнде, 4 күнде бітіремін деп қойсаңыз, ол өзіңіздің таңдауыңыз, өзіңіздің мүмкіндігіңізге байланысты. Онлайн курстың әрбір тақырыбы мұғалімдердің, яғни өздерінің біздің қазіргі осы қаштан оқыту жағдайында оқытуды ұйымдастыратын ұстаздарымыздың өзіндік оқуына арналған материалдар мен ресурстар енгізілген. Сонымен тағы да бұл жерде қосып айтатыным, ата-аналарды педагогикалық қолдау бағытындағы модульіне назар аударсаңыздар. Біз қазір көп жағдайда салмақ оқушы мен ата-анаға өте көп түсіп отыр. Егер бұған дейінгі оқыту біздің өзіміздің қолымызға алған болсақ. Сондықтан да кейбір ата-аналар шын мәнінде сондай қиындықтарды басынан кешіруде, өйткені олар балаларын қалай оқуын ұйымдастыруды білмейді, әсіресе бастауыш сыныптарда. Сондықтан да осы жерде ата-аналармен қалай жұмыс жасаймыз, осыған қатысты модуль өте мен үшін маңызды деп ойлаймын. Екінші тағы да бұл енді онлайн курсына жазылған педагог қызметкерлердің статистикасы. Енді қазір міне 66.531 адам бітірген екен. Әлде де бізде осы еліміздің 18.000 мұғалімі осы оқыту курсына қатысады деген сондай сенімдеміз. Бұл білім министрлігінің жаңағы хабарлауы бойынша. Екінші курс бақытты ата-ана табысты бала онлайн курсы. Бұл курста 5 модульден тұрады, 4 модульден тұрады, 22 академиялық сағат. Бұның ұзақтығы, енді бұл әрбір жаңағы табысты келешек дағдылар деген қазіргі Z ұрпағының ерекшеліктері, қазіргі қатты және жұмсақтық дағдылар, VUCA әлеміне байланысты осындай қазіргі біздің балаларымыздың табысты болу үшін ата-аналарымыз қандай дағдыларды меңгеру керек. Осы жөнінде жақсы бағдарламаның ішінде өзекті мәселелер қозғалған. Одан кейін жалпы қаштан оқытуды ұйымдастырудың ерекшеліктері қандай болады, оқушылардың психологиялық және жас ерекшеліктеріне қарай қалай жаңа осы олардың өзін-өзі реттеуін ұйымдастырамыз. Сол сияқты бақытты ата-ананың, бүгінгі ата-ананың білігі мен дағдылары туралы осындай модульдер қарастырылған. Бұл біздің ата-аналарымыз үшін. Сіздер ата-аналарға осы бағытта да хабарлама жасасаңыздар да болады. Құрметті әріптестер, мен сіздерге қысқаша педагогикалық шеберлік орталығының қашықтық форматында мұғалімдердің кәсіби дамуына көрсетілетін қолдау және де әртүрлі ақпараттық түсіндірмелерді сіздерге баяндап бердім. Мен ойлаймын, бүгінгі негізгі бөлімі біздің осы секция отырысымыздың өте өнімді өтеді. Біз бүгін жалпы көкейімізде тұрған біраз мәселеге жауабымызды тауып, өзіміздің құнды идеяларымызды қазір бөлісеміз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Бауыржан, мен аяқтадым. Рахмет, София Тәкенқызы. Өте өзекті қазіргі аймақ ұстаздар үшін қажетті ақпараттарды жеткіздіңіз деп ойлаймыз. Енді құрметті ұстаздар, осы қашықтан оқытуға байланысты сұрақтарыңыз болып жатса, чатқа жазып, жазсаңыздар, сіздерге жауап беріп отырамыз. Сұрақтарыңыз туындап жатса. Енді өздеріңіз білесіздер, қазіргі кешегі пандемия жағдайында 4-ші тоқсанды біз қашықтан оқу жағдайына аяқ астынан көшкендіктен біраз қиындықтар болды. Шын мәніне келгенде оқушылардың өзара әрекетке түсуі, оқушылардың бір-бірімен топтық жұмыстар жасауы, қашықтан оқыту жағдайында ұйымдастыру кішкене қиындықтар туғызды. Бірақ дегенмен де оқушылардың өзара әрекетке түсуі арқылы дамуы қазіргі таңда өте өзекті. Осы тақырыпта әріптесім Жібек Сатыбалдықызы өз ой пікіріңізді білдіріп жіберсеңіз.
Қайырлы таң, құрметті әріптестер. Бүгінгі тамыз отырысына қош келдіңіздер. Бүгінгі тамыз отырысының екінші бөлімінде сіздермен бірге фасилитациялық сессия болады. Сессиямызда Бауыржан Қыдырбайұлы айтып өткендей, екі негізгі тақырып саралап оқыту және өзара әрекеттестік тақырыбын қарастыратын боламыз. Саралап оқыту жағдайын біз қашықтықтан оқыту форматына көшкен кезде терең ойластырып қарайтын болсақ, біз ең алдымен оқушыларымызды танимыз ба? Өз бетінше қашықтықтан оқыту өз бетінше оқуды талап етеді баланың. Көбірек жауапкершілікті білім алуға өзіне жүктелетіні белгілі. Міне осы тұста біз өз бетінше оқи алатын оқушының сипаттамасы қандай деп сұрауымыз керек. Яғни бізде сыныбымызда оқушылар бар. Берілген тапсырмаларды және оқу мақсатына жылдам қол жеткізеді, ешқандай қиындықты сезінбейді, өз бетінше оқи алады. Өзінің оқуына жауапкершілікті өзі алады. Ал екінші тағы оқушымыз бар, берілген тапсырмаларды орындауы және оқу мақсатына жетуі оған біршама қиындықтар туғызары рас. Енді осы тұста біз саралауды жүргізудің ең бір кілті өзіміздің оқушыларымызды зерттеп тану, олар қандай оқушы мен алдымда отырған. Оның үстіне қашықтықтан оқыту форматына өткен кезімізде осы оқушыларға қандай қолдау түрі қажет. Демек, саралау қашықтықтан оқыту кезінде өте өзекті мәселе болып тұр. Яғни біз бетпе-бет сыныпта отырған оқушыларымыз жеке дара, яғни қашықтықтан оқытудың негізгі қағидаты жеке даралықты сақтауымыз керек. Міне осы тұста қандай оқушыларымызда бізде қиындықтар кездесуі мүмкін. Осы тұста біз 4 типті оқушыларды сіздермен бірге қарастырып шықсақ, соның ішінде мен тәуелді оқушылар мен тәуелсіз оқушыларға қысқаша тоқталып кеткім келіп тұр. Ең бірінші тәуелді оқушыларға тоқталсақ. Бұл оқушылар тапсырмаларымен не істеу керек, қалай жасау керек, қашан орындау керектігі туралы нақты нұсқау беретін беделді тұлғаларды қажет етеді. Яғни, біреудің бұл оқушыларды қадағалап отырғанына жүгінетін оқушылар. Бұл тәуелді оқушылар үшін басты тұлға мұғалім болып табылады. Мұғалімнің жетелегенін қажет етеді. Бұндай оқушылар оқу үдерісіне ең жары енеді. Негізінен олар оқуға мәжбүрлейтін мұғалімдердің сабағында ғана белсенді бола алады, белсенді жұмыс жасайды. Дегенмен тәуелді оқушыларды біз нашар оқушы деп ойламаймыз. Себебі жақсы оқушылардың өзі де, 5-пен оқитын оқушыларымыздың өзі де тәуелді оқушы болуы мүмкін екен. Яғни, мұғалім талап етпесе, бұл оқушылар өздерін шектеп, өзінің дамуы үшін дербес жұмыс жасай алмайды. Яғни, мұғалім талап еткен кезде ғана жұмыс жасайды. Сондықтан, біз тәуелді оқушыларға мұғалім тапсырма бергеннен кейін, орындалу мерзімін нақтылап, нақты критерийлерді атап, қадағалап отыру керек екен. Яғни, сіздер қашықтықтан оқыту барысында тәуелді оқушылармен үнемі байланысқа түсіп, ұсынымдар жасап, тапсырманы қашан орындалатындығын, қашан өткізу керектігін бақылап отыруды қажет ететін оқушылар. Ал енді тәуелсіз оқушылар, бұлар өз мақсатына, стандарттарын мұғалімнің көмегімен, немесе мұғалімнің көмегінсіз ақ өзінің оқу жоспарын өзі құра алатын оқушылар. Кез келген онлайн ресурстарды өз бетінше пайдалана алады, берілген тапсырмадан да артық тапсырмаларды орындауға дайын оқушылар. Яғни, тәуелсіз оқушылар өзінің оқуына өзі жауапкершілікті ала алатын, тайм-менеджментті ұстанатын оқушылар. Бұл оқушыларға, енді бұндай оқушылар толықтай мұғалімді қажет етпейді деп біз айта алмаймыз. Қашықтықтан оқыту кезінде де тәуелсіз оқушыларға қандай ресурстарды оқу керектігі, қосымша қай жерден тағы білім алуға болатындығы туралы сіздердің жетекшілігіңіз қажет болады. Ал енді ынталы және белсенді оқушыларымызда оларға да көмек қажет. Мысалы, ынталы оқушыларымыз мұғалімнің мотивациялық тәсілдеріне тәуелді оқушылар. Оларды оқуға ынталандырып, қызықты тапсырмаларды беріп тартып отыруымыз керек екен. Ал белсенді оқушылар тәуелсіз оқушыға айналуы мүмкін. Белсенді оқушыларға тәжірибелі мұғалім гид секілді бағыт бағдар беріп,
тәуелсіз осы белсенді және тәуелсіз оқушылармен жұмыс жасаған кезде мұғалім фасилитациялық рөлді алады. Яғни сахнаның жартысын оқушыларға береді. Өзі тек қана жаңа ақпараттың барлығын ұсына беретін мұғалім рөлінен түсіп, микрофонды белсенді және тәуелсіз оқушылармен бөлісуге тура келеді. Міне осы қашықтан оқытудың саралауға келгендегі ең өзекті мәселесі, ең алдымен біз өзіміздің оқушыларымыздың қандай оқушы екендігін біліп алу. Енді сіздер кішкене рефлексия жасап көрсеңіздер, сіздің сыныбыңызда қанша пайызы тәуелді оқушылар, қанша пайызы сізде тәуелсіз оқушылар, енді сіздің мотивациялық жаңағы тәсілдеріңізді қажет ететін, және тек қана бағдарды ғана қажет ететін оқушыларыңыз бар. Сіз егер осыны жасап, сыныбыңыздың бір картинасын жасап алған болсаңыз, сізге саралау оқуды тәжірибеге енгізу оңай болады. Дегенмен, жаңа ғана атап өткеніміздей, бізде әртүрлі оқушылардың жеке даралық позициясын ұстанғанымызбен бірін-бірін үйретуге, өзара топта әрекеттесуі өте маңызды. Себебі оқушылар, өздеріңіз білесіздер, оқу теориясына сүйенсек, оқу бұл әлеуметтік үдеріс. Бұл жайлы Выготскийде айтқан болатын. Яғни, әлеуметтік үдеріс болғандықтан балалардың өзара әрекеттесуі өте маңызды. Міне, топтық өзара әрекеттесу, ол саралаудың негізгі кілті болып табылады. Бүгінгі біздің фасилитациялық сессиямыздың негізгі екі түйінді сөзі саралау және топтық өзара әрекеттесу болып табылады. Яғни біз қашықтықтан оқыту режимінде, синхронды және асинхронды оқытуда саралауды қалай тәжірибеге енгіземіз және топтық өзара әрекеттесуді қалай ұйымдастырамыз деген сұрақтармен сіздермен бүгін жұмыс жасаймыз. Енді оқушылардың қызығушылығын қолдаудың мүмкінді тәсілдері сіздердің алдарыңызда беріліп тұр. Синхронды оқыту барысында қандай тәсілді қолдануымызға болады? Қандай платформалармен жұмыс жасаймыз десек, вебинарлар өткізу, Zoom платформасының мүмкіндіктерін пайдалану, ортақ чаттағы белсенділік. Ал енді асинхронды оқытуда топтық форумдарды пайдалануларыңызға болады, WhatsApp жаңағы топтарындағы, чаттарындағы файл алмасу. Сонымен бірге сіздер Telegram каналдарында жақсы қолдана аласыздар. Ал енді біз синхронды да, асинхронды оқытуды да тиімді өткізу үшін бізге ортақ платформалар бар екен. Интербелсенді тақталарда жұмыс жасау, Zoom-мен жұмыс жасаған болсаңыздар, Zoom-ның тақтасы, оның үстіне Jamboard, Padlet және Whiteboard, Fox сияқты керемет құралдар бар. Бұл құралдарды сіз синхронды оқытуда да, асинхронды оқытуда да тиімді пайдалана аласыз. Сонымен бірге синхронды, асинхронды оқытуда сауалнама, дауыс беруге қатысу сияқты Google Forms, Microsoft Forms, Kahoot секілді веб-сервистерді де өте икемді қолдана аласыздар. Бүгінгі фасилитациялық сессияның барысында сіздермен бірге Jamboard, Padlet тақталарының функцияларымен танысатын боламыз. Жақсы әріптестер, енді біз сіздермен кішкене интербелсенді диалогқа түссек, оқушылардың осы оқуға белсенді қатысуын қалай қолдауға болады? Сіз сәуір және май айларында, мамыр айларында қашықтықтан оқытуды жүргіздіңіздер. Осы қашықтықтан оқыту барысында оқушыларды оқуға белсенді тартуын қалай ұйымдастырдыңыздар? Міне осы жөнінде кішкене бір ғана сұрақтан тұратын сауалнама бар. Біздің 1 минут уақытымыз ғана кетеді. Қазір ұялы телефондарыңызбен QR-кодқа барып, сауалнаманы толтырсаңыздар. Немесе қазір менің әріптесім Бауыржан Қыдырбайұлы чатқа осы ссылканы салады, сілтемемен кіріп сауалнаманы толтыруларыңызды сұраймын. Сіздерге бар жоғы 1-2 минут уақыт берсек. Құрметті әріптестер, белсенділіктеріңізді танытуларыңызды сұраймыз. QR-кодпен және сілтеме бойынша сауалнаманы толтырсаңыздар. Ал бастаймыз. Бауыржан Қыдырбайұлы, сілтеме жібердіңіз бе? Жібердім. Жақсы, мен онлайн режимде тапсырасыздар, жауаптарыңызды күтемін. Бастаңыздар. Ссылканы алдыңыздар ғой, не QR-код? QR-кодты ашып отырмын, әріптестер, QR-кодпен кіре қойыңыздар сауалнамаға.
Жауаптар келіп жатыр. 14 жауап келді. Белсенді болсаңыздар. Тағы 1 минут уақыт беріп жатырмыз. 1 минут уақытымыз бар. Әріптестер, жауап берсеңіздер сауалнамаға. Қазіргі келіп түскен жауаптарға қарасам, бізде... QR-код қайтадан ашып жібересіз бе? Ау? QR-код қайтадан ашып жібересіз бе? QR-код, хорошо. Міне QR-код. Жақсы, 25 жауап келді. 1 минут уақытымыз бар. Жақсы, келіп түскен жауаптарға кішкене аналитика жасайтын болсақ, көп жауапты бірінші орында алып тұрғаны әртүрлі деңгейлердегі тапсырмаларды қолдану. Өте жақсы. Мынау соңғы екі нәрсеге назар аударсақ, түрлі интербелсенді тақталарды қолданамын деген жауап шамалы аздау процентті көрсетіп тұр. Сауалнамалар мен сұрақнама жасау үшін түрлі құралдарды қолданамын. Google Forms, Microsoft Forms, Kahoot, Zoom-ды қолдану жағы аздау нәтиже көрсетіп тұр. Біздің жауабымыз тоқтап қалды. Жауап беріп жатқан мұғалімдер саны 29, белсенді, өте белсенді болған жоқпыз әріптестер, жауап берген жоқпыз көпшілігіміз. Жалпы, енді берілген жауаптарды 2 минуттың ішіндегі берілген жауаптарды сіздерден тағы да жауап күтеміз. Бұл әлі де болса сіздер жұмыс жасай берулеріңізге болады. Мен фасилитациялық сессияның соңында тағы да сіздердің осы берген сауалнамаларыңыздың жауабын таныстыратын боламын. Сонымен бізде 65 жауап әріптестер, 66 жауап. Негізі нәтиже бірдей болып көрсетіп тұр. Жаңағы бірінші көрсетілген нәтиже бойынша бізде түрлі деңгейдегі тапсырмалар қолдану жоғары болатын болса, әлі сол нәтижені көрсетіп тұрмыз. Жарайды, қазір соңғы жауапты күтейік. Рахмет жауаптарыңызға. Тамаша. Олай болатын болса, біз тапсырмамызға қайта оралатын болсақ, сауалнама нәтижесі бойынша әртүрлі деңгейлердегі тапсырманы қолданамын жауабы ең жоғарғы пайызды көрсетіп тұр. Жобамен 80 жауап келді. 80 жауап берген мұғалімдердің барлығы әртүрлі деңгейдегі тапсырмаларды қолданамын деп тұр. Ал түрлі белсенді тақталарды қолдану, сауалнамалар мен сұрақнама жасау үшін Google Forms, Microsoft Forms'ты қолдану жағы аз нәтижені көрсетіп тұр. Демек, бізге осы қашықтықтан оқыту форматында жұмысты жалғастырған болатын болсақ, Jamboard, Padlet, Zoom тақталары, Google Forms'ты меңгеруіміз өте қажет екен әріптестер. Біздің жаңағы саралауды және топтық өзара әрекеттесуге қажетті осы платформалармен жұмыс. Жұмысымызды әрі қарай жалғастырайық. Сіздерге рахмет осыған белсенді қатысқандарыңыз үшін осы шараға. Қазіргі сөзді мен микрофонды Бауыржан Қыдырбайұлына тапсырғым келіп тұр. Жақсы, Жібек Сатыбалдықызы, көп рахмет сізге. Өте мұғалімдер белсенділікті енді танытып жатыр. Өйткені себебі бұның барлығы қазіргі таңда мұғалімдер үшін өте өзекті деп ойлаймыз. Енді құрметті әріптестер, ойланып көрейікші, қашықтан оқыту жағдайында топтық өзара әрекеттесу тәсілдерін бейімдеу кезінде нені ескеру қажет? Осы кезде мына сіздердің чаттағы белсенділіктеріңізді көргіңіз келеді. Чатта өз ойларыңызды жазсаңыздар. Яғни қашықтан оқыту жағдайында топтық өзара әрекеттесу тәсілдерін бейімдеу кезінде нені ескеру қажет? Сұрақ түсінікті болса, чатқа осы ойларыңызды, ұсыныстарыңызды жазсаңыздар. Жібек Сатыбалдықызы, чаттағы диалогты әріптесіміз Ерболат Тұрсынтайұлы жасайды. Сіздердің жазған чатпен жұмысты Ерболат Тұрсынтайұлы чатқа келген жауаптарды оқып тұрсаңыз, өтініш. Жарайды, Жібек Сатыбалдықызы. Әріптестер, әзірге чатқа ешқандай жауаптар келген жоқ. Әріптестер, берілген сұраққа жауаптарыңызды берсеңіздер. Өзара топтық әрекеттесу тәсілдерін
осы онлайн оқытуда, қашықтықтан оқыту жағдайында нені ескеру қажет? Енді мүмкін сіздер өздеріңізде де диаграмма көрсеткендей, бізде онлайн әрекеттесуді жаңағы тиімді қолдану жағы әлсіздеу болды, демек нені ескеру керек? Не себепті осындай болып тұр бізде? Топтық әрекеттесу тәсілдерін, веб-сервистерді қолдану кезінде нені ескеру керек? Қандай қиындықтар бар бізде? Жақсы, мынандай жауаптар келіп жатыр, Жібек Сатыбалдықызы. Ақтық құралдарының мүмкіндіктерін дейді, ескеру керек. Оқушылардың танымдық деңгейлері, тапсырмалардың нақты қолжетімді түсінікті болғаны дұрыс дейді, өзара бір-бірімен қарым-қатынаста болу керек. АКТ қолдану, интернет жылдамдығы жоғары болу керек дейді. Техникалық қиындықтарды жеңуіміз керек. Сыныптың бейімділігін үнемі назарда ұстау керек дейді. Сыныптың психологиялық ахуалды да маңызды дейді. Топтық әрекеттесу тәсілдері кезінде чаттағы белсенді оқушыларды үнемі марапаттап отыру керек дейді. Сыныптың жалпы толық акты сауаттылығын тапсырмаларды жас ерекшелігіне сәйкес етіп беру керек. Және балалардың мүмкіндігі, техникалық мүмкіндігі қайталанып жатыр. Платформаларды мұғалімнің өзі жақсы жетік меңгеріп алу керек. Тапсырмалардың мазмұнына мән беру керек деген осындай көп жауаптар, ұқсас жауаптар бар. Рахмет, Ереке. Жақсы, рахмет. Бауыржан Қыдырбайұлы. Слайдты ауыстырып жіберейін. Рахмет, Жібек Сатыбалдықызы. Енді осы жерде өте өзекті ақпараттарды айтып кеттіңіз, Ерболат Тұрсынбайұлы. Яғни ең бірінші дұрыс айтасыздар, оқушылардың да техникалық мүмкіндіктерін ескеруіміз керек, олардың онлайнда жақсы жұмыс жасау дағдыларына мән беруіміз керек екен. Сонымен қатар оқушылардың акты деңгейі, сонымен оқушылардың қызығушылықтары, тапсырманың ерекшеліктері мен дайын менеджментті осы өзара әрекеттесу барысында ескеруіміз қажет екен. Жібек Сатыбалдықызы, келесі неге ауысып кетсеңіз. Енді құрметті әріптестер, жалпы қашықтықтан синхронды, асинхронды оқыту режимінде топтық өзара әрекеттесуді ұйымдастыруды туындайтын қандай ықтимал қателіктер болуы мүмкін? Ең бірінші қателік жаңағы оқу мақсатына сай тапсырманың нұсқаулығын нақты бермеу. Яғни тапсырманы анық тұжырымдамау оқушылардың өзара әрекетке түсуінде көптеген қиындықтарды тудыруы мүмкін. Сонымен қатар оқушылар үшін топтық тапсырманың практикалық тұрғыдан маңызды болмауы, балалардың бағалау критерийін түсінбеуі, тапсырманың қадамдарын түсінбеуі, мұғалім мен оқушылар тарапынан нақты тайм менеджменттің жоқтығы, белгілі бір уақыт шегінде жұмысты дұрыс жоспарламауы, балаларды кейде асықтыру немесе балаларға уақытты дұрыс бермеуде топтық өзара әрекеттестіктің жұмысының қателіктері болып табылады екен. Топтық тапсырманы ұйымдастыру кезінде мұғалім оқушылардың техникалық мүмкіндіктерін ескермеу, сонымен қатар тапсырмаларды орындау кезінде критерий, сондай-ақ өзін-өзі өзара бағалауды пайдаланбауы, бұл топтық жұмысты тиімді ұйымдастырмаудың ықтимал қателіктері болып табылады. Рахмет, Жібек Сатыбалдықызы, микрофон өзіңізде. Жақсы, енді біз қазір жаңағы Бауыржан Қыдырбайұлы сіздерге онлайн режимде балалардың топтық өзара әрекеттестігін ұйымдастырудағы жиі жіберілетін қателіктер туралы айтқан болатын болса, енді біз сіздерден топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру үшін не істеуге болады деген сіздермен тағда онлайн режимде жұмыс жасағымыз келіп тұр. Мұнда QR код тұр. Қазір Бауыржан Қыдырбайұлы чатқа мына ссылканы салады. Екеуінің біреуін қолданып, қайсысы ыңғайлы сізге, QR кодпен кірген ыңғайлы ма, ссылкамен кірген ыңғайлы ма? Қазір біз сөздер, бұлт сөздері облако слов жасайық. Сіздер топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру үшін не қажет? Тек сөйлем емес, бір-бір фразалармен жазып өтсеңіздер. Ссылканы немесе жаңағы нені алыңыздар, QR кодты алыңыздар. Салып қойдым чатқа, әріптестер. Жақсы, сол сілтемені басып, сіздерге бір жолақ көрінеді, сол жолаққа сөздерді ғана жазасыздар, сөйлем емес. Жарайсыздар, өте белсенділік танытып жатсыздар. Қаншама сөздер келіп қазір құралып жатыр. Гаухар Арыстанбекқызы бізге қазір слайд сурет формасында сіздердің жазған сөздеріңізді жібереді. Біз бұған бұл үдеріске бір ғана уақыт бөлсек. Әріптестер, сілтемені ғана басасыздар. Біз Zoom тақтасын пайдаланбаймыз.
Тек қана мына сілтемеде берілген немесе QR кодпен кіріп, сөздерді ғана жазасыздар. Топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру үшін не қажет? Жақсы. Егер сілтемемен немесе QR кодпен кіре алмаған жағдайда чатқа жазсаңыздар, Ерболат Тұрсынтайұлы чатта жазған болса, әріптестеріміз оқып жіберсеңіз. Жақсы, Гаухар, белсенділік қалай болып жатыр? Қазір түсіп жатыр, идеялы. Бір минутта мен қазір аяқтап беремін. Жақсы. Жібек Сатыбалдықызы мына чатқа да бірін-бірін тыңдау, сыйластық, ұйымшылдық, сенімділік, татулық, ынтымақтастық, ұйымдастыру, кері байланыс деген сияқты, уақытқа бағыну деген сияқты, бәсекелестік, осыны бірін-бірін тыңдау деген осы идеялар қайталанып келіп жатыр. Топтық тапсырманың маңыздылығы деген ой айтыпты, қызығушылыққа бағытталған жұмыстар, осындай сөздер келіп жатыр. Тәртіп. Рахмет, Гаухар Арсанбек қызынан бізге сурет келіп түсті. Мен оны жаңа слайдқа орналастырып оқитын болсақ, белсенділік, ынтымақтастық, тапсырма, уақыт, серіктестік, топтың құрамы маңызды. Сенімділік, уақыт деген сөзді көп жазыпсыздар, әріптестер. Жауапкершілік деген сөз, белсенділік, серіктестік, уақыт, тапсырма. Тапсырма деген сөздер келген екен. Келсеміз, әріптестер, топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру үшін бізге көп деген факторлар әсер етеді. Соның ішінде ең бірінші біз айтып кетер едік, жақсы жазған екенсіздер, қарым-қатынас және уақытты дұрыс мөлшерлей алуымыз. Жаңа Бауыржан Қыдырбайұлы да мұғалімдердің осы топтық жұмысты ұйымдастырудағы жиі жіберетін қателіктерінің бірі осы уақытты дұрыс мөлшерін білмеуіміз. Жақсы, әріптестер, енді біз сіздермен бірге топтық жұмысты тиімді ұйымдастыруға қажетті мына топтық қашықтықтан оқыту режимінде оқушылардың тиімді топтық жұмысын ұйымдастыруға берілген алгоритмді ұсынып отырмыз. Педагогикалық шеберлік орталығы сіздерге осы 7 қадамнан тұратын алгоритмді ұсынып отыр. Алгоритм: бірінші ақпараттық блок, екінші кейстерді оқу, тапсырмаға нұсқаулық беру, нұсқаулықты түсінгенін тексеру, топтық жұмысты ұйымдастыру, жұмысты ұйымдастырудың әртүрлі кезеңдерінде топтық белсенділікті қолдану мүмкін болатын құралдары. Бұл жерде құрал таңдау керек. Мұғалім, қандай, мысалы, біз Jamboard тақтасын береміз ба, Whiteboard, Fox'ты береміз ба, Zoom платформасында тақтаны қолданасыздар ма? Ол WhatsApp бола ма, Telegram каналы бола ма? Міне, осыны таңдау. Одан кейін шағын топтарда жұмыс істеу үшін ортақ құжаттарды жасау. Ортақ құжат дегеніміз жаңа Google Doc сияқты, немесе OneNote, Padlet сияқты бір ортақ жаңағы топтық жұмысты орындайтын платформа. Одан кейін балалардың жасаған жұмыстарын өзара тексеру мен кері байланысын ұйымдастыруымыз керек. Осы 7 қадам. Әрине, әр мұғалімнің өзінің алгоритмі болады топтық жұмысты ұйымдастыру. Бірақ дегенмен де біз бүгін сіздерге осы алгоритмді ұсынып отырмыз. Міне, ақпараттық блок мұғалімнің оқушыларға тапсырмаға қатысты ақпарат беруі. Қазір осы алгоритммен жұмыс жасаймыз. Бауыржан Қыдырбайұлы сіздерге практикалық жұмысқа қалай енетіндіктеріңізге түсіндірме жасаса. Рахмет, Жібек Сатыбалдықызы. Құрметті әріптестер, қазір сіздерді секция залдарына бөлетін боламыз. 10 секциялық болады. 10 секцияда 10 модератор болады. Модератор сіздерді топтың ішіне барғаннан кейін өзін таныстырып, жалпы жұмысты жасау алгоритмін талқылайды сіздермен бірге Google Doc'та, және алгоритм қадамдарын сіздермен бірге толтырасыздар, ақылдасып, және де саралау және топтық жұмыс жайлы модератор өз тәжірибесімен сіздерге таныстыратын болады. Жалпы осы тапсырманы орындауға секция залында 30 минут уақыт беріледі. Олай болса, құрметті әріптестер, барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Екінші жаңа кіші залға барған кезде барлықтарыңыз камераларыңызды, микрофондарыңызды қосып, еркін форматта талқылау диалогын жүргізеді деп есептейміз. Рахмет, Жібек Сатыбалдықызы. Әріптестер, қазір сіздерге сессия залына VIT деген команда келеді. VIT дегенді басып, сессия залдарына өтулеріңізді сұраймын.
Жаңағы берілген ссылка, немесе мен қазір сіздерге чатқа жазып қоямын, whiteboardfox.com. Бұл несімен жақсы? Бұл жерде сіздерге почтамен регистрация жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Бұл тақтаны сіз өзіңізге ашып алғаннан кейін өте оңай пайдалануға, почтамен регистрация жасамайсыз, абсолютно тегін. Өзіңізге организатор дыбыстарды өшірсек, микрофондарды. Жақсы. Жақсы. Енді сіздер әріптестер, қолдану өте ыңғайлы. Оқушыларға сіз WhatsApp-қа, Telegram каналына осы сілтемені берсеңіз, мысалы сіз 4 топқа осындай 4 сілтеме жасасаңыз, whiteboardтың 4-еуін ашып, 4-еуіне бөлек-бөлек сілтеме берсеңіз, балалар осы whiteboardта асинхронды оқытуда өздері қолдана алады. Мына жерде мысалы сіздер ручканы таңдап жазбалар жасай алады. Немесе мына options дегенді ашып, опцияның ішінде add text дегені тұр. Міне мәтіндерді теріп жаза алады. Өте ыңғайлы. Мысалы, міне мәтінді теріп жаза алады, былай жылжыта алады, үлкейте алады. Сонымен бірге мына жерде сызғыш бар, сызғышты пайдаланып кестелер сыза алады. Суреттер қоюға болады. Міне уже сіздер сілтемені алып пайдаланып жазып жатырсыздар, міне әріптестер жазып жатыр екен. Осының барлығын мен мысалы бүйтіп өшіріп өшіруіме де болады мынаның барлығын. Міне. Яғни балаларға несімен жақсы? Тек мына жерде сілтемені бересіз. Өздері ашып орындай береді. Содан кейін сіз балалармен бірге, сіз өзіңіз алыста отырып, балалардың не істеп жатқандығын осы сілтемеге қосылу арқылы тексере аласыз. Жаңа біз алгоритмді жасаған кезде кері байланыс беру деп, міне попробовать етіп жатсыздар, әріптестер, көп-көп рахмет. Whiteboard тақтасын сіздерге топтық өзара әрекеттестікті және саралауды қолдану үшін ұсынамын. Мысалы, сіздер жаңа айттық қой, АКТ дағдысы керемет дамыған балаларыңызға сіздер қиындау тапсырма берсеңіз болады, бұған фотоларыңды қосыңдар, снапшот жасаңыздар деп, және жасаған жұмысыңды маған обратно қайтадан салып жібер десеңіздер, мына жерде поделиться дегенде бар. Көшіріп осыны. Мысалы, сіз 4 топқа 4 сілтеме жіберсеңіз, осындай 4 тақтада балалар өздері топта жұмыс жасай береді. Сіз қашықтықта отырып, онлайн режимі қажет емес, кез келген уақытта осы сілтемені басып, балалардың тапсырманы қалай орындап қойғанын тексере аласыз. Жақсы әріптестер, олай болатын болса, біз түсінікті болды деп ойлаймын. Біз әлде де, бұл сіздер зумды пайдаланып жатыр екенсіздер ғой. Мен әлде де болса сіздерге бұл ссылкаларды, сілтемелерді жібереміз. Қазір уақыттың тығыздығына қарсы біз қатысты мына тақтаны сіздермен өздеріңіздің жасаған алгоритммен жұмысты біз көре алмайын деп отырмыз. Дегенмен мектептерге ссылка жібереді. Мұғалімдеріміздің сіздердің жасаған алгоритммен жұмыстарыңызды қайтадан көруімізге болады. Әріптестер, қазір болды, енді зумды пайдаланбаймыз, тек қана тыңдаймыз. Рахмет, мына функцияны үйреніп алған екенсіздер. Тамаша, көрдік. Енді ештеңе жазбаймыз, тыңдаймыз әріптестер. Жақсы. Сессия залында жұмыс жасадық, саралау туралы біз біраз мәліметтермен таныстық. Енді қазір мен сіздердің назарларыңызға мына сілтемені чатқа саламын. Осы сілтемеде педагогикалық шеберлік орталығының аға менеджері Жансугерова Жайнагүл Дүзелханқызының жаңағы толыққанды саралау туралы айтқан жүргізген вебинары бар.
Оның ішінде осы қашықтықтан оқытудың кезіндегі қолданылатын саралауға қатысты барлық стратегиялар берілген. Біз бүгін уақыттың шектеулігіне қарай оның барлығын сіздермен бірге толық қамтуға мүмкіндігіміз болмай жатыр. Так, Бауыржан Қыдырбайұлы, соңғы біздің мына этапымызға келдік. Мен ссылканы чатқа саламын. Кері байланыс туралы айтып жіберсеңіз. Жақсы, құрметті әріптестер, осы берілген сілтеме бойынша сіздер өздеріңіздің кері байланыстарыңызды ұсына аласыздар. Біз сіздермен бірге біраз жұмыс жасадық, бүгін қарастырдық. Ештеңе жазбауларыңызды сұраймын. Қазір QR-кодтың үстіне бір жазба түсіп кетсе, сіздерге ашылмай қалады. Әріптестер, бүгін біз сіздермен бірге саралау тақырыбын қарастырдық, және топта жұмыс жасау, топтағы өзара әрекеттесу жолдарын қарастырдық. Шағын топта сіздер алгоритмді тереңірек қарастырдыңыздар. Міне алгоритм сіздердің алдарыңызда. Мектептерге біз бұл алгоритмді тағы да жібереміз. 7 қадаммен қалай жұмыс жасау керек. Сонымен бірге сіздер модераторлардың тәжірибесінен Jamboard тақтасы, Padlet тақтасын таныстыңыздар. Және бүгінгі жұмысымыздың барысында сіздермен синхронды оқыту барысында сауалнамалармен қалай жұмыс жасауға болады. Міне Google Forms'та QR-кодты жасау арқылы бір қана жұмысты сіздерге демонстрация жасадық. Мына Word Clouds деген бар, оны да сілтемемен қалай жұмыс жасауға болатындығын сіздерге демонстрациялар жасап көрсеттік. Өздеріңіздің тәжірибелеріңізге алатын идеялар деп ойлаймын. Енді қазір осы жасаған жұмыстарыңызға байланысты, кері байланыстарыңызды берсеңіздер, шақ сұрақтан тұратын кері байланыс, мына QR-кодпен кірулеріңізге болады, немесе сілтемені басып кірсеңіздер болады. Кері байланыстарыңызды күтемін. Қандай ақпарат алдыңыздар, ақпарат қаншалықты пайдалы болды, тиімді болды, және сіздер осы вебинардың чатына жазсаңыздар болады. Жібек Сатыбалдықызы, көп рахмет. Құрметті әріптестер, чатқа да өздеріңіздің ойларыңызды, сонымен қатар осы рефлексия парағына несіне де өздеріңіз міндеттерді жазсаңыздар, оны оқып өзімізге кері байланыс алатын боламыз. Енді барынша өздеріңіз білесіздер, 21 ғасырдағы, оның ішінде қазіргі пандемия кезеңінде қашықтан оқыту енді бізде бұрынғы дәстүрлі көптеген әрекеттер қайта келмейді, біз өзгеруіміз керек. Болашақта да мектепте жұмыс жасаған кезде де біз осындай АКТ-ның мүмкіндіктерін, құралдарын тиімді пайдалануды, ресурс жағынан да құралдар үнемді болады. Тек сілтемені тіпті жиынтық бағалауларда қазір мұғалімдер тіпті сабақта отырғанның өзінде де классрумның Google Form стратегияларын қолданып, уақытпен шектеп балалардан қағазда құртпай-ақ дереу таза шынайы жиынтық бағалау тапсырмаларына алып жатыр. Сонда біз ақпараттық құзыреттілікті жақсы қолдануға және балаларды соған дағдыландырсақ, балалардың өзара әрекеттестігін ұйымдастыруға біз жағдай жасасақ, тек қана WhatsApp, Telegram арқылы ғана емес, балалардың сол WhatsApp-тың ішінде сілтемелерді беріп, осы уақытында да сол ненің ішінде презентацияларын жасауларына, бірлесіп жұмыс жасауларына мүмкіндіктер берсек, әрине ол жерде саралау да және де бірлескен өзара әрекеттестік те болады. Бұл жерде өздеріңіз талқылап кеткендей, мұғалімнің нұсқаулығы, мұғалімнің дұрыс ақпарат беруі, мұғалімнің балаларды дұрыстап топтарға біріктіруі, одан кейін бар тапсырмаларды дұрыстап іріктеп балаларға саралап беруі, ол мәселелерді өздеріңіздің жаңағы ақпарат бөлікнелеріңізде Google Doc'та жазыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Бүгінгі Бауыржан Қыдырбайұлы, чатқа қарап жіберсеңіз. Чатқа қарап жүрек. Жалпы бізде чатта біраз ақпараттар беріліпті. Бүгінгі ақпараттарда жалпы педагогикалық шеберлік орталығы филиалының тренерлеріне, Назарбаев зияткерлік мектептерінің мұғалімдеріне қатысқан әріптестер алғыстарын білдіріпті. Арасында біз әріптестеріміздің есімдерінде атап шыққан екен, барлық өте түсінікті, жақсы түсіндірді деп. Енді әріптестердің ат жөндері бәрі айтылғаннан кетіктен, олардың Жайнагүл апай дейді, Ерболат ағай, Бауыржан ағай, Қызжібек апай, Жанат апай, Жаслан ағай деген сияқты мынау рахметтерін, алғыстарын жаңағы қосымша секционныйда болған недегі жұмыстарына алғыстарын білдірген екен. Аса әріптестер, мына сауалнамаға кіре алдыңыздар ма? Сілтемемен немесе QR-кодпен кірсеңіздер, сауалнама дегенде бір үлкен сауалнама емес, бір екі сөзден ғана тұратын кері байланыстарыңызды күтеміз. Бізде бір 3 минут уақыт қалды. Қанеке әріптестер, белсенді болсақ.
QR кодпен кіре қойыңыздар. Міне жауаптар келіп жатыр екен. Біз ұсынған педагогика шеберлігі орталығы ұсынған алгоритмді тәжірибемде қолданамын дейді. Менің тәжірибем үшін өте маңызды болды дейді. Және бүгінгі вебинар барысындағы ұсынылған ақпараттарды 5 деген балмен бағалаймыз деген жауаптар келіп жатыр. Тамаша, я өте қуаныштымыз сіздерге ұсынылған мәліметтерді сіздердің қолданатындықтарыңызға, тәжірибеде қолданатындықтарыңызға және менің тәжірибем үшін аталған мәселені үздіксіз қолданыста ие деген жауап мына жерде екінші сұрақта өте жоғарғы көрсеткіш беріп тұр. Тамаша. Жақсы. Бүгінгі вебинарымыздың сіздер үшін, сіздердің тәжірибелеріңіз үшін өте өзекті болғаны бізді қуантады. Қолданамын деген 100% біздің осы ұсынған алгоритмді қолданамын деген жауаптар келіп жатыр. Менің тәжірибем үшін өте өзекті деген баған үлкен жаңағы бөлікті алып тұр. Және біздің ұсынылған ақпараттарымыз 5 деген балда бағаланған екен. Бауыржан Қыдырбайұлы, Чатта бар ма екен? Чатта осы нақты ақпараттардың болуы өте дұрыс болады деген ойлар жазды. Біз балдарға осындай ақпаратты қадамдардан дұрыстап берсек, балалардың да білім сапасын жақсы артатыны туралы ойлар айтып кетті. Жібек апай дауыстырғаныңыз керемет деп сіздің өзіңізге де сондай комплименттер айтылған екен. Сонымен қатар вебинардан аларымыз көп болды деген сияқты жақсы шынайы алғыстарын әріптестеріміз білдіріпті. Жақсы. Ондай болса біз айтылған уақытта 10:30-да бітіруіміз қажет болған. Әріптестер сіздерге және осы вебинарда атсалысқан барлық модераторларға рахметімізді айтамыз. Вебинарымызды аяқтаймыз. Сіздерге үлкен рахмет, тәжірибелеріңізге сәттілік тілейміз. Қош, сау болыңыздар. Кездескенге дейін. Сау болыңыздар, құрметті сыр елінің ұстаздары. Сау болыңыздар. Бауыржан қалай жақсысыңдар? Шүкір. Рахмет сізге. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Аман болыңыздар. Аман болыңыздар.